Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі пәні бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы театрдағы Абай бейнесі. Осынау ақынның керемет 175 жылдық мерейтойы қарсаңында бүгін біз тағы бір керемет сол кісі туралы сабақты бастайын деп отырмыз. Біз қазір театр өнері мен мәдениеті бөліміндеміз. Екінші сабағымыз театрдағы Абайдың бейнесіне арналып отыр. Мақсатымыз балалар жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшеліктеріне сай қолдану. Осы орайда есімізге түсірейік, жай сөйлем дегеніміз бір немесе бірнеше сөз бен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Театрдағы Абайдың бейнесіне тоқталсақ, осы жолы мен Абай операсы туралы сіздермен ой бөліскім келіп отыр. Абай операсы композитор Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің операсы, либреттосы Мұхтар Әуезовтікі. Операның алғашқы қойылымы 1944 жылы желтоқсанның 26 күні Қазақтың опера және балет театрында Абайдың 100 жылдық мерейтойы қарсаңында қойылған екен, яғни осыдан 75 жыл бұрын. Операда басты кейіпкер Абайдың өмір сүрген заманы, қазақ даласындағы Ресей патшалығының отаршыл саясаты, қазақ халқын бір жағынан орыс әкімдері, екінші жағынан жергілікті феодалдардың қанауы, ақынның еңбекші халық үшін істеген қоғамдық, адамгершілік қызметтері көрініс тапқан. Композиторлар қазақтардың қоғамдық әлеуметтік тұрмысын суреттей отырып, ақын тұлғасын оның реакцияшыл болмысқа, бай феодалдарға қарсы күрес үстінде көрсете білген. Операда бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі түрлі әлеуметтік күш, жақсылық пен зұлымдық, яғни алдыңғы қатарлы озғой мен кертартпа күш үнемі арбасып отырады. Операда жаңашыл жастардың бірі Абайдың шәкірті Айдар. Сүйенері жоқ, бірақ әділдікті көксеген, жолы түзу дарынды жас ақын. Оның сүйгені Ажар да өзінің бас бостандығын аңсаған, сол үшін әділетсіздікке қарсы күресіп келе жатқан жағымды тұлға. Абайдың достары көп бай қарлығаштарда тартымды бейнелер. Операдағы жағымсыз кейіпкерлердің бірі Әзім. Ол Абайдың жақыны, ақын, бірақ оның негізгі ұстаған жолы тілегі Абайға қарсы. Операның өн бойында Әзімнің жүріс-тұрысы, әрекеті, оның халық алдындағы сөзі мен билігі оны Абай жағындағы адам сияқты көрсетеді. Шығарма соңында ол Айдарға у беріп өлтіреді. Осының өзі Абай арманның құлаған сәтін көрсетсе де, осы тұстағы қуатты ария шындықты тап басып, ұлы ақынның болашаққа сеніммен қарайтынын танытады. Мәтінмен таныстық балалар. Енді грамматикалық тақырыбымызға көшейік. Бүгін біз сіздермен жалаң және жайылма сөйлемдер туралы сабақ өтеміз. Жалаң сөйлем тек тұрлаулы мүшелерден ғана құралған жай сөйлемнің түрі екенін біз білеміз. Жалаң сөйлем тек қана бастауыштан немесе тек қана баяндауыштан тұруы, я болмаса қос тұрлаулы мүшелі жай сөйлемнен болуы да мүмкін. Жай сөйлемнің басты белгісі бір тұрлаулы мүшенің немесе екі тұрлаулы мүшенің жай сөйлемге тән хабарламаны қамти алатындығы және сөйлемнің тұтастығы болып табылады. Ал жайылма сөйлем дегеніміз керісінше, жалаң сөйлемнің құрамындағы бастауышты, не баяндауышты, не түгелдей сөйлем түсіндіру үшін құрамына тұрлаусыз мүшелердің біреуі немесе бірнешеуі, яғни толық енгізілу арқылы жасалған жай сөйлемнің түрі. Жазылым тапсырмасын балалар дербес орындаймыз. Осы сабақта өтілген материалдарды және алдыңғы тақырыпта меңгерілген білімімізді пайдалана отырып, жай сөйлемнің түрлерін қолдана отырып, қазақ театрындағы ұлы Абай бейнесі тақырыбында әдеби эссе жазамыз. Сөз көлемі 170 сөз. Және де қосымша іздену тапсырмасы сіздерге Италияның былтырғы жылы Италияның Генуя қаласында қойылған Абай операсынан жергілікті халықтың алған әсерін оқу. Бұл туралы редакцияларда да, теледидарларда да көп айтылған болатын. Осы тапсырманы мен сіздерге тапсырамын балалар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын, сау болыңыздар.